Құрметті достар, жетістікке жетем дейтін адамдарға арналған күнделік биыл 7-ші рет шықты. Бұл күнделік 2017 жылдан бері тұрақты басылып келеді. Қазақша шыққан бірінші күнделік. Жыл сайын жаңарып толығып отырады. Алғашқыларын алғанда студент болып жүрген жастар қазір үлкен кәсіпкерге, маманға айналған. Бірнеше балалары бар. Кейбір адамдар бұрын өздері алған болса, енді балалар алып жатыр. 7 жыл деген оңай уақыт емес. 2017 жылдан бері блогерлер немесе басқа да танымал адамдар күнделік шығарып көрді. Ешқайсысы 3 жыл қатарынан шығарған емес. 1 жыл, 2 жыл шығарады да жоғалып кетеді. Өйткені ол кісілерде о баста күнделік жасау деген ой болған жоқ. Жай ғана қызығып істеп көрді. Ішін толтырып, күндерін қойып берсе болды деп ойлайды. Олай емес. Біз күнделіктің әр бөлігін қолданушыға пайдалы болсын деп ойластырғанбыз. Сіз осы күнделікті толтыра отырып, рухани, интеллектуалдық, физикалық және материалдық жағынан дамуыңыз керек. Күнделік ашылған бетте өзіңіз туралы мәліметтерді жазып қоятын жер бар. Жоғалтқан жағдайда табуға оңай болу үшін керек. Одан соң жыл басындағы суретіңіз бен жыл соңындағы суретіңіз тұратын айқарма бет бар. Біреу арықтауды ойлайды, біреу денесін шынықтыруды ойлайды, біреу керісінше толсам, ет жинасам деп ойлайды. 12 айда сіз денеңізді қалауыңызша өзгерте аласыз. Күн сайын, апта сайын, ай сайын үзбей еңбектенсеңіз болды. Міне, бұл бет сізге осы тұрғыда пайдалы болады. Өз-өзіңізді қамшылауға керек нәрсе. 1 жыл өткенде 2 суретіңізді салыстырып, өз-өзіңізге риза болуға тілектеспіз. Одан соң әр айдың басында жоспар бар. Бұл жерге сіз 1 айда істейтін негізгі жұмыстарыңызды жазып қоюыңызға болады. Оқитын кітаптарыңызды, қанша ақша табатыныңызды да қоса аласыз. Сондай-ақ кімге қандай сыйлық жасайтыныңызды жоспарлауыңызға болады. Бұл адамдармен қарым-қатынасты дұрыстауға керек. Сол секілді мен осы нәрсені осы айда істемеймін дейтін жері де бар. Мәселен, осы айда әлеуметтік желіден демаламын, фастфуд жемеймін деген секілді 1 айлық тәжірибе жасап көруіңізге болады. Сол секілді әр айдың қорытындысы бар. Ол жерде сіз жоспарыңыздың қайсысы орындалып, қайсысы орындалмағанын жазасыз. Одан соң әр айдың басында бос айқарма бет бар. Сіз 1 айда тапқан ақшаңыздың 10-нан 1-ін шығарып алып, осы айқарма бетке салып, 2 бетті бір-біріне желіндеп тастауыңыз керек. Осылайша 12 айда әжептәуір ақша жинап аласыз. Я жылдың соңында, я өзіңіз жоспарлаған бір уақытта осы беттерді шетінен мұқият қайшымен кесіп, ақшаны алып шығасыз. Осылай істеп, көлік алған, үйінің алғашқы төлемін жинап алған адамдар бар. Әрбір бос орынды біз барынша пайдалы етіп толтырып беруге тырысамыз. Сәрсенбінің астындағы орындарға кішкентай нәрсеге үлкен мағына сыйдырған сызба суреттер бердік. Ал үлкенде орындарға бірнеше көлемді мәтін салдық. Оның ішінде теннис, сәтті ойын психологиясы деген кітаптың мазмұны да бар. Бұл Билл Гейтстің өмір бойы оқыған кітаптарының ішіндегі ең пайдалы деген 5-ке енген кітаптың бірі екен. Атауына қарап, теннис туралы ғана екен деп ойлап қалмаңыз. Адам өзіне сенімді болу үшін не істеу керек, қалай ойлану керек, сол туралы. Әлемнің ең бай адамдарының бірі оқыған, игілігіне жаратқан кітапта не айтылған сіз де біліп алыңыз. Әрбір күнге не жазу керек деген сұрақ бізге ішінара қойылып қалады. Оны әркімнің өзі шешеді. Жоспарыңыз жазыңыз, естелік жазыңыз. Ағылшынша үйреніп жүрген болсаңыз, күнделікті жаттайтын сөздеріңіз жазыңыз, өзіңіз білесіз. Әркім өз өміріне өз жауапты. Ешкім келіп сізді жетелеп әкетпейді. Бәрі де бірінші кезекте өзіңізге байланысты. Әрбір күннің тұсында 3 дөңгелек бар. Бұл біздің күнделіктің ең пайдалы жерінің бірі. Бұны жаңадан алған адам түсінбей жатады. Ал бұрыннан қолданатын кісілер қандай пайдалы нәрсе екенін жақсы біледі. Сіз бір әдеттен құтылғыңыз келетін шығар, немесе жаңа әдет қалыптастырғыңыз келетін шығар. 3 дөңгелек міне осыған керек. Мысалы, сіз күн сайын 1 сағат кітап оқимын деп мақсат қойсаңыз, бірінші дөңгелекті осыған арнауыңызға болады. Әрбір кітап оқыған күніңізді бояп қойып отырсаңыз, сосын ай біткенде неше күн боялғанын санап, артын ашып, бірінші бояйтын жер деген беттен қаңтар айын тауып алып, бояп шығасыз. Әрбір күнді санап, соның тұсын боямайсыз, астынан бастап бояйсыз. Егер қаңтарда 20 күн оқып, 10 күн оқи алмай қалған болсаңыз, осылай график болып шығады. Ақпанда, наурызда одан сайын көбейте түсуге тырысасыз. Сол секілді жатар алдында 2 сағат бұрын телефонды сөндіремін деп мақсат қойсаңыз, телефонды түннің 1 уағына дейін көріп жатқан күндеріңізді 2-ші дөңгелекке белгілеуге болады. Яғни ережені бұзған күндеріңізді. Қаңтар айында 8 күн түннің 1 уағына дейін телефон қарап жаттыңыз дейік. Соны артындағы 2-ші дөңгелектің бояйтын жерін тауып алып, астынан бастап 8 дөңгелекті бояйсыз. Келесі айда ондай күндерді азайтуға тырысасыз. 3-ші дөңгелекке де сондай бір ереже бекітесіз.
Қайсысына қандай ереже бекіту өзіңізге байланысты. Өміріңізді жақсартатын не бар? Өміріңіздің сапасын төмендетіп жүрген не бар? Соны тауып көріңіз. Күнделіктің ішінде бар Мұхтар Жәкішевтің мына сөзімен бүгінгі қысқаша шолуымды аяқтайын. Мен әрбір шешімді қабылдайтын кезде өз-өзіме сыртымнан қарауға тырыстым. Өзіме фильмнің бас кейіпкері секілді қарадым. Егер осыны істесем, мен жағымды кейіпкер боламын ба, әлде жағымсыз кейіпкерге айнала бастаймын ба? Деп әрқашан ойланып отырдым. Мына әрекетті жасаған адам құрметке лайық па, әлде бұндай адамды сыйламау керек пе? Деп өз-өзіме баға бердім. Сіз де осылай істесеңіз, бұл әдіс белгілі бір дәрежеде сізге компас бола алады. 2024 жылы жетістікке жетіңіз әрі бақытты болыңыз.